Мен бүгінгі кезекші акушер-гинекологпын. Сіз нешінші жүктілігіңіз? Екінші. Алдыңғы жүктіліктерге сенген болды ма? Асқынулар болды ма? Бұл жүктілікте асқынулар болған жоқ па? Басыңыз ауырып жатқан жоқ па? Жүкті кезде давлениеңіз көтеріліп еді ма? Яғни біз УЗИ датчигін баланың жүрегін жақсы естіретіндерге қоямыз. Әр 3 сағат сайын түсіріп отырамыз. Егер патология болмаса, КТГ лента шыққаннан кейін дәрігерге көрсетеміз, ары қарай талдау жасау үшін. Электронды қолтаңбамен қол қойдырамыз. Босанудың 3-ші кезеңіне қойдырамыз. Себебі бұл кезде санына босанып болғаннан кейін астасын деген укол салынады. Матка сокращающий қан кетудің алдын алу үшін. Оған келсем деп қойдырады. Бұл қан кетудің көлемін 2 есе азайтады. Саламат, кезекші дәрігерім бүгінгі Лоза Сейітбаевна аты-жөнім. Баланың жүрек қағысын тыңдап алайық. Жүрек қағысы жақсы, толғақтар неше минут сайын болады қазір? 10 минуттың ішінде 2 толғақ бар ма? Қазір болса қайттан болады. Хорошо, жақсы толғақтардың жиілесін мақыма, сол кезде барып басымды көріп, қанша сантиметр екенін айтамыз жүрмін. Оған дейін тек қана жатып қоймай, суың болса, суыңды ішеміз мақыма, әрі-бері қимылдап, еркін қимылдап, палатаның ішінде жүреді. Сен жатсаң, ағзаға тұрып қаламыз. Қимылдасаң, ертерек босанамыз. Мақыма, жатыр босанғысы үшін біз өзіңде еркін болу керексің. Енді бұл жерде бұл әйел бізде су кетіп түскен әйел, күні кеше түскен. Толғағы болмағандықтан біз таблетка беріп, толғақты шақыртып жатырмыз. Бұдан бөлек бізде мысалға мынандай қауіпті белгілер болады. Сондай кезде перзентханаға әйелдер түседі бізге. Ол келесі қауіпті белгілер қалай? Ол қан кетіп жатса, қанық суын ерте баста кетіп жатқан болса, басының айналып, құсу болса, көзі қарауытатын болса, ол кезде тез арада жедел жәрдемді шақырып, біздің перзентханаға келу керек әйел. Өйткені жаңа бас ауырып құсып жататын болса, онда қан қысымының жоғарылаған деген сөз. Ол кезде біз дер кезінде көмек көрсетіп, әйелді босандыруға әрекет жасауымыз керек. Толғақ басталған кезде жаттығу жасаған өте пайдалы. Ол ауруды басып, толғақты жеңілдетеді. Біз қозғалған кезде әртүрлі қалыптарды қабылдаймыз. Жатырдың қанмен қамтамасыз етілуі жақсарады. Нәтижесінде ол жиырылып, жатыр мойны тезірек ашылады. Нәресте гипоксиядан зардап шекпейді. Егер әйелге ыңғайлы болса, біз питбол ұсыналамыз. Питболға жайғасып отырасыз, допты жамбаспен алға, артқа, оңға, солға жылжытып тербетілуге болады. Отырған қалпыңыздан айнымай, жамбас арқылы дөңгеленіп бір айналыңыз. Алдымен сағат тілімен, сосын сағат тіліне қарама-қарсы айналасыз. Доптағы осы қозғалыстардың барлығы бұлшықеттерді босаңсытады, жамбас сүйектерінің қозғалыштығын арттырады, жатыр мойнының ашылуын жақсартады және жиырылу ауырсынуын азайтады. Сонымен қатар швед қабырғасына асылып, арқаңызды сүйеп тұруға болады. Бұның нәтижесінде жатырдың салмағы үлкен қан тамырларына аз қысым жасайды да, жатыр плацентарлы қан ағымын жақсартады. Бұл ауырсынуды көп есеге азайтады. Билеуге де болады. Егер бұрын перзентханада толғақ басталған кезде әйел төсекке жатқызылса, қазір біз керісінше болашақ анаға қозғалуға кеңес береміз. Сіз мұны істей алмайтындай сезінсеңіз де, тырысып билегеніңіз жөн. Ең бастысы баяу қозғалудан басталу керек. Дұрыс тыныс алуымыз керек. Бұл дұрыс тыныс алу кезінде ана мен нәресте оттегі жеткілікті мөлшерде енеді. Бұлшықет кернеуін жеңілдетуге көмектеседі, босану процесін жеңілдетеді. Сондай-ақ дұрыс тыныс алу стресс пен алаңдаушылық деңгейін төмендетіп, бұл әйелдің психологиялық жағдайына оң әсер етеді. Босанудың бірінші кезеңінде толғақ күшейіп, тұрақты бола бастағанда біз терең демала білуіміз керек. Демалған кезде ауаны аз-аздан босатамыз. Ауызды, кеудеңіздің ісінгенін сезгенше ауаны жай шығарыңыз. Бір қолыңызды кеудеге қойыңыз, ал екіншісі асқазанда. Демек, сіз қалай демалғаныңызды байқайсыз. Демалғанда 5-ке дейін санаңыз. Ал босатқан кезде 8-ге дейін санаңыз. Осылайша сіз техниканы басқаруға көмектесесіз.
Босанушы әйел үшін күшті сақтау және көңіл күйді түсірмеу өте маңызды. Өзіңізді процеске қатысты белсенді позицияға қойыңыз. Өзіңізге мен мұны істей аламын, бұл ұзаққа созылмайды. Балам, біз жақын арада кездесеміз деп айтыңыз. Бұлшықеттердің босаңсуына қол жеткізу маңызды. Себебі шиеленіс босануды тежейді. Барлық ақпарат арналарын қолданыңыз. Мысалға көз, құлақ, ауыз. Бір нәрсеге назар аударыңыз. Мүмкіндігінше әдемі фотосуреттерді, альбомдарды қараңыз. Күйеуіңізбен сөйлесіңіз. Музыка және сүре тыңдауға кеңес береміз. Күшену кезінде осы әрекеттерге жол бермеңіз. Сізге көзіңізді жұмып, бетіңізді итерудің қажеті жоқ. Бұл баланың алға жылжуына көмектеспейді. Себебі күштер төменгі бұтаралыққа емес, бетке түседі. Сонымен қатар сіз шаршайсыз, балаға көмектеспейсіз. Бас ауруы пайда болады, бет пен көздің шырышты қабығындағы тамырлар жарылады. Ұялудың қажеті жоқ. Егер нәжіс немесе зәр еріксіз кетсе, бұл барлық әйелдерде болады. Дәрігерлер мен акушер бұл жерде әдепсіз ештеңе көрмейді. Сонымен қатар, күшену кезінде сіз айқайламаңыз, айқайлаудың қажеті жоқ. Босану позалары әйелге өзіне еркін позаны таңдауды ұсынамыз. Яғни толғатып жатқан кезде мына жерде бізде стенд қылып көрсеткен позалар бар. Әйел толғатып жатқан кезде өзінің қалаған позасына тұра алады. Оған жаңағы партнері көмектеседі. Мысалы, мына жерлерде партнері бар суреттерге қарап отырсақ, партнер көмектескен жағдайда осылайынан әйел өзінің ыңғайлы позасын таңдап алады. Және де босанған кезде тек арқаға жатып қана қоймай, арқаға жатып біз босандырмаймыз. Неге? Өйткені ол әйелдің өзінің босануына да, баланың шығуына да сәл қиындау болады. Тез шаршайды әйел, бала шаршап шығады. Сондықтан еркін позаны таңдауды ұсынамыз. Яғни ол шынтақпен тізерлеп тұрып босану, бір қырынан жатып босану. Енді бұл жерде позалар толық кезіндегі позалар ғой, бірақ босанудың өзі, процестің өзі, яғни баланың шығу кезінде әйел бір қырымен жатып босандырамыз. Отырғызып, кроватьта босандырамыз, мына шведский стенкада тұрғызып босандырамыз, әйелді асылдырып қойып, және де коленоға тіктеп қойып, то есть жаңағы тізерлеп тұрып әйел босана алады бізде. Босанғаннан кейінгі кезең, ерте кезең 2 сағатқа созылады. Алғашқы 2 сағат ішінде нәресте анасымен үнемі жылу тізбегі бойынша теріден терге байланыста болады. Жаңа туған нәрестені мүмкіндігінше ертерек қою өте маңызды. Бұл ол үшін ғана емес, ана үшін де өте маңызды. Ол соруды қабылдағаннан кейін жатыр белсенді түрде жиырыла бастайды. Бұл босанғаннан кейінгі асқынулардың алдын алады. Балаға өзіне қажетті дәрумендер, қорғаныш, антиденелер мен қоректік заттары жиынтығы түседі. Сүт әлі жоқ деп алаңдамаңыз. Сүт безі жаңа туған нәрестеге осы кезеңде қанша қажет болса, сонша уыз шығарады. Нәресте дүниеге келгеннен кейін біз дене температурасын 30 минуттан кейін және босанған сәттен бастап 2 сағаттың соңына дейін өлшейміз. Нормада 36,5 пен 37,5 арасында көрсетеді. Сонымен қатар жаңа туған нәрестеге витамин К деген укол саламыз. Бұл нәрестенің геморрагиялық ауруының алдын алу үшін салынады. Жаңа туған нәрестенің көзіне 1% тетрациклиновый мазь жағылады. Бұл профилактикалық мақсатта. Бұл 1 сағаттың соңында жүзеге асырылады. Неге? Себебі 1 сағаттан соң бала жаңағы анасын, жан-жағын көру қабілеті пайда болады. Сонымен қатар баланы өлшейміз, жылу тізбегін сақтай отырып 2 сағаттың соңында жүзеге асырылады. Неонатологтың тексеруі 2 сағаттың соңында ұсынылады. Содан кейін бала таза және құрғақ киімге ауысады. 2 сағаттан кейін асқынулар болмаған кезде жаңа туған нәресте мен босанған әйел босанғаннан кейінгі палатаға ауыстырылады. Болашақ ана, сіздің өміріңіздегі ең маңызды сәтке аз уақыт қалды. Өзіңіз өмірге әкелетін жаңа адаммен кездесесіз. Сәбиіңіз үшін сіз тұтас әлем және ең керемет анасыз. Өзіңізге қамқор болыңыз. Бүгінгі біздің перзентхана бөліміне Бадам елді мекенінен Бектұрғанова Мөлдір келіншек келіп түсті. Бірінші жүктілігі келген кезде қан қысымы жоғары, 164-ге шейін көтеріліп тұрған.
зәрі анализінде биологы жоғары, сол себепті преэклампсияның ауыр дәрежесін қойып, босану бөлмесіне кіргізілді. Әйел жақсы толғағы жиілеп, өздігінен босанып алды. Давлениесі бар, керекті дәрі-дәрмектер, мынау тағайындаулар бәрі жасалынды. Аман-есен бөпесі қасында 12-ден асқанда босанды өздігінен. Қазір еміз жатыр, қазіргі мына көрсеткіштен бәрі бір қалыпты. Енді қазір бір сағаттан кейін неге ауыстырамыз? Реанимация бөлімшесіне. Ары қарай емін сойықта жалғастырады. Аллаға мыңда бір шүкір. Мына медицина қызметкерлеріне рахметімді, алғысымды айтамын. Келгеннен жүгіріп шауып қарап, барлығын мына келіннің сәл қан қысымы көтеріліп кетті келген кезде, соған жақсылап қарады, керекті аппараттың бәрін қолданып, бірақ келінім өзінің толғағы келіп, жақсы аман-есен босанып алды. Мына барлық медицина қызметкерлеріне алғысымды айтамын. Рахмет, көп жасаңыздар.